Сәлем достар, сіздермен Карла. Бүгін осындай сочный қуырдақ жасайтын боламыз. Ал кеттік, бірінші бізге пиязды алып, жақсылап оны турап аламыз. Оны бір жақта пияз дейді, бір жақта жуа дейді. Енді білмеймін, но бір пияз жетеді. Сосын оны жақсылап қазанымызға салып, 1 минут қана қуырамыз. Сол қуырып болам дегенше басқа заттарды дайындап алуымыз керек. Филемізді осылай турап, кубиктеп турадым мен. Сіздер қалағанша турасаңыздар болады, бірақ қатты ірі емес, орташа көлемде турағандарыңыз дұрыс болады. Сосын картошканы мен осылай кішкене бөліктерге бөліп, ұзынша етіп турадым. Сіздер де қалауларыңызша турауларыңызға болады. Маған лайк басып тіркеліп кетсеңіздер, менде өте осындай рецептер көбейетін болады. Осылай мен бір чеснок қостым. Чеснокты да әр жерде әртүрлі айтады. Мен өзім қатты аш ұнатпайтын болғасын, біреу жетеді деп ойладым. Сосын барлығын филе, картошка, чеснок, тұз, приправа, паприка, не қосқыларыңыз келеді, осында қосып, барлығын қосып, осылай 150-200 мл су құйып, бетіне пакет жауып, дәмді сочный болады. Сосын 10 минутқа отта қоямыз. Сосын 10 минуттан кейін ашып, қайтадан бір жақсылап араластырып, тағы да 10 минутқа өте төмен отта қоятын боламыз. Сосын дәмді тамақтарыңыз дайын. Ас болсын. Маған лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, сондай калориясы аз тамақ.